Саламатсыздар. Біз өткен видеода Пифагор теоремасы арқылы катеттеріне кез келген санды қойып, 2 метр 80 сантиметр, 2 метр 65 сантиметр, немесе бұның орнына басқа да сандарды қойып, гипотенузасын қалай табу керек екенін түсірген болатынбыз. Енді осы шығарған цифрлар арқылы мынау ережелері бар. Бұлардың мына гипотенузасының коренінен шығарған кезде бұлар қалдықсыз бөлінеді. Сол үшін бұлар жеңілді. Біз кез келген катеттеріне кез келген санды қойып, гипотенузасын шығарып алдық. Енді осыны іс жүзінде үй салғанда, фундаментін құйған кезде қалай пайдаланамыз, қолданамыз. Мысалы, 15-те 20 үй салсақ, бірінші қазығын қағамыз, 15 метр өлшеп аламыз, екінші қазықты қағамыз, осы жерге 15 метр жіп тартамыз. Бұл қозғалмайды, осы жерге фундамент құйылады. Енді осыдан 90 градусты қалай табамыз? Мына жақта 20 метрге қарай тартқан шнурды 90 метр қалай жасаймыз? Бірінші қаққан қазықтан 15 метрдің бойынан 3 метр өлшеп аламыз. 3 метрді өлшеп аламыз да осы жерден қазық қағамыз. Сол қазықтан мына гипотенузасын тартамыз метрмен. 5 метрді и мына 20 метрдегіден бұнымен де метрмен тартып, 4 метрмен 5 метрдің қиылысқан жерін сол жерге қазық қағамыз. Осы бірінші қазықпен мына 4 метрмен 5 метрдің қиылысқан жеріндегі қазық арқылы 20 метрді тартып аламыз. 20 метрге тартып, мұны жерде үшінші қазықты қағамыз. Сонда мына жерде 90 градус шығады. Өсті байландырып, осы формула арқылы төртбұрыш шығарамыз. Сонда диагонал мұны жақтан тартқанда да, мұны жақтан тартқанда да, мына диагонал мен мына диагонал бірдей болады. Төртбұрышы 90 градус болып шығады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліп қоңырау басыңыздар, келесі видеоны бірінші көретін боласыңыздар. Келесі видеода құрылыс салғанда лазерный уровень арқылы қалай диагонал шығару керек екенін түсіретін боламын. Сау, саламатта болыңыздар.